Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет сосиски в тесте дайындайтын боламыз. Ең бірінші електен өткізіліп дайындалған ұнымызды алып, суға 1 қасық дрожь, 1 қасық тұз қосып, қамырға қосып, қамыр илейтін боламыз. Және 3 қасық сұйық майды қосамыз. Алдымен осылай қасықпен араластырып, қамыр илейміз. Қырық минутқа жылы жерге кішкене көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз кішкене көтерілді. Осылай қамырды біркелкі етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Дәл осы рецепт бойынша 20 сосиски в тесте шығады. Мен бір шұжықты, яғни сосисканы 2-ге бөліп жасадым. Қамыры 20 сосиски в тестеге жетеді. Осылай шұжыққа ораймыз қамырымызды, басын және соңын біріктіреміз. Неге жасауы өте оңай. Табаға май құйып, орташа қызған кезде, орташа отта 2 жағынан қуырамыз. Май қатты қызып кетпеу керек. Осылай жайлап қуыра бастаймыз. Кішкене қоңыр болған соң екінші жағын ауыстырамын. Осылай шамамен 10-12 минуттай орташа отта пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептмен жасап көріңіздер. Толықтай пісіп, әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, алда көптеген рецепттер түсіретін боламын. Ас болсын!